Аты-жөнім Умарова Қарлығаш Раушанқызы. Мен осы Төле би аудандық ауруханасының басшысы қызметін атқарам. Біздің Төле би аудандық ауруханасы 1989 жылы салынған ғимаратта жұмыс атқарып жатырмыз. Жалпы ауданы 11580 шаршы метрді құрайды. Жер телімінің алаңы 289 гектарды құрайды. Жалпы бізде күрделі жөндеу жұмыстары 2007 жылы жүргізілген. Қазіргі таңда біз мекемеге жобалық сметалық құжаттарды дайындап, мемлекеттік сараптамаға өткізілді. Қазіргі таңда соның нәтижесін күтіп отырмыз. Мемлекеттік сараптама оң нәтижемен келген жағдайда биылғы жылы мәслихатқа ұсынылып, күрделі жөндеу жұмыстарын бастау, қаржы бөлген жағдайда бастау жоспарымызда бар. Жалпы қазіргі таңда сметалық құжат қанша қаражат қаралып жатыр? Оны көрсеттіңіздер ме? Иә, оны жобада көрсетілді, бірақ оны қазір нақты айта алмаймын, өйткені оның өзінің есептеу коэффициенттері бар. Ол мемлекеттік сараптамадан шыққан кезде нақты сомаменен шығатын болады. Жалпы сіздерге осы ауруханаға келушілердің, пациент дейміз ғой, жалпы қандай қызметтер көрсетіледі және сапасын айта кетсеңіз? Бізде жалпы мына аудандық ауруханаға сай медициналық қызметтердің барлығы көрсетіледі. Бізде бейінді мамандардың тапшылығы жоқ. Бейінді мамандар жеткілікті. Бірақ бізде қазіргі таңда жалпы тәжірибелі дәрігерлердің жетіспеушілігі бар. Енді ол мынау қазіргі таңда бізде 32 дәрігеріміз декреттік демалыста, соның ішіндегі 21 дәрігеріміз ол жалпы тәжірибелі дәрігер болады. Сол себепті біз олармен қазір енді ертерек жұмысқа шығу жайында дәрігер тапшылығына байланысты сұхбат жүргізіп жатырмыз. Онымен қатар мынау алдымыздағы жазда тағы да жаңа мамандар келген кезде осы жетіспеушілікті сол жаңадан келген тәжірибелік дәрігер, жалпы тәжірибелік дәрігерлермен толтырамыз деген ойымызда бар. Жалабаев Мақсат Оспанұлы, хирургия бөлімінің меңгерушісі болып қызмет атқарамын. Хирургия бөлімі жалпы 33 төсек орынға арналған. Оның 13-і хирургия ересектерге арналған, 3-і балаларға арналған хирургия, 8-і травматология ересектерге арналған, 2-і балаларға арналған травматология, 1 ортопедия детский, 1 ортопедия взрослый, и 1 лор взрослый, 3 лор детский. Артыңызда жазып қойды, ақылы палата дейді. Қанша төленеді? Ақылы палатаға 5000 теңге палатаға күндігі. Күндігі ме? Иә. Кассаға төлейді. Кассаға төленеді. Қандай жағдайлар жасалған? Ішінде санузел, холодильник, өзінің қажетті жаңағы микроволновкасы, чайнигі, сондайлар қарастырылған. Жүйе бөлімінің аға мейірбикесі Оразалы Жақыпқызы. Бұл 3-ші этаж 2 бөлімшеге қарастырылған. Жартысы жүйе бөлімі, жартысы реабилитация, оңалту бөлімі. 2 бөлімшеге бір асхана қарастырылған. Науқастар осы жерге келіп, сағаты мен уақытысымен тамақтанып отырады. Мына 2 холодильник, 2 бөлімшенің холодильнигі, шайларына самауыр, мінекей термос шелек, тамақтар. Енді кейде науқастар капельницада жатып қалады ғой, сол кезде капельницадан тұрғанша тамақ ыстық күйінше сақталып тұрады.